Дулат Исабеков. Қарғын, 1 бөлім. Ол кезде жасы 18-ге толар-толмас олжыған қыз еді. Өмір деген өзің талпынсаң болды. Бар жақсылығын алдыңа жайып салып тұратын ертегілердегі қайырымды да, данышпан қариялардай боп көрінетін. Барлық тәрбиесі дәулетті шаңырақтың ұл қызындай. Бұл да тек мектеп программасымен шектеліп қалмай, жаратылыстану, ерте дүние тарихы, музыка пәндері бойынша қосымша сабақ алды. Әкесі аудан көлеміндегі басшысының бірі болып тұрған соң ба, ол өмірдің қабақ шытар өзге мінезінен мүлде аулақ өсті. Оның үстіне Бағиланың өз қабілетінде мұғалімдері жақсы айтып жүрді. Семьяның тұңғышы болған соң мектеп бітіргеннен кейін әкесі бірнеше күнге уақыт тауып, қызын Алматыға өзі алып шықты. Бағила үйде жүрген кезінде өз әкесін сирек көретін, ерте кетеді, кеш келеді, балалармен де сирек сөйлеседі. Тіпті үйге келген соң да көпке дейін телефоннан түспей әлдекімдерге нұсқау беріп, әлденелерді түсіндіріп, зекіп жатқаны Бағила таң қалушы еді. Шынында ол қай кезде тынығады, қашан ұйықтайды. Телефонның арғы басында тұрған адамға кей кезде қатты зеки қалса жүрегін ұстап, тілінің астына валидол салып, әлден соң барып өзіне өзі келетін әкесіне кейде оның жаны ашитынды. Бұлардың сабағы ерте басталады. Таңғы 7-де көзін ашқанда әкесінің төсегі әлдеқашан суып қалғанын көретін, және өзі қызметіне жетіп алған соң жолға шығып кетпесе машинасы қайтып келіп, қызын мектепке апару үшін есік алдында күтіп тұрар еді. Бағилаға мұның бәрі үйреншікті, осылай болуы керек сияқты боп көрінсе де, бертін келе әкесінің жұмысы тіпті ауыр екенін, және өмірдің мейірбандығы мен жомарттығы күндіз-түні дамыл көрмейтін осы әкесінің арқасында екенін бірте-бірте ұға бастады. Олар Қазақстан пойызының купесіне кеп жүктерін жайғастыра берген сәтте перрондағы киоскіні көшіріп келе жатқандай газет-журналдарын құшақтап, жасы 30-ға тақап қалған, ұзын бойлы, ашаң қара торы жігіт бұлардың үстіне кіріп келді де, салқын амандасты. Бағила ернін ғана күбірлетіп, сыртта қол бұлғап тұрған анасы мен інісіне, екі сіңілісіне, бір топ басқа да шығарып салушыларға күлімсіреп бас изеді. Әкесі бейтаныс жігіттің сәлемін алу бұлай тұрсын, оның бұл купеге кіргеніне таңданып, жүзіне бірнеше секунд тапжылмай қарап отырды да, сіздің орныңыз осында ма еді? Деді, ақ құба өңіне қан теуіп, жігіт бәз баяғы сабырлықпен шағын столға газет-журналдарын қойып жатып, иә, осында. Сіз отырған орын менікі болады деді өзу тартып. Күлкісі де, жанары да салқын екен. Тура қараған адамның өңменін суық жанары жуалдыздай тесіп өтетін секілді. Ашаң тұлғасында ешкімге бас емес паңдық, тәкаппарлық пен ойлылық бір сәтке жалт етіп өткендей болды.